Ел тәуелсіздігінің ең басты белгісі ол оның ана тілі. Тіл дегеніміз сол біздің сан ғасырлық тарихымыз. Сол себептен біз оны қадірлеп, қастерлеуіміз керекпіз. Тілге байланысты жазушы, түркітанушы, әдебиетші Ахмет Байтұрсынұлы талай қанатты сөздер қалдырған. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Тілдің міндеті ақылдың адамын аңдағанынша, қиялдың мезегенінше, көңілдің түйгенінше айтуға жарам. Көркем сөз көңіл тілі, жалаң сөз зейін тілі. Мақал тәжірибеде шыққан ақиқат ретінде айтылатын сөз. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болуы керек. Сөз көңілге сипат жағынан көркемдігімен, мағына жағының күштілігімен жағады. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. 20 ғасырға шейін түріктің тілін аздырмай асыл қалпына алып келген тіл турасындағы абырой мен алғыс қазаққа тиісті. Біз де тіліміз бұзылмай сақтауын тілесек, өзгелерше әуелі өз тілімізбен оқытып, онан соң басқаша оқытуға тиіспіз. Егер де біз қазақ деген ұлт болуды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағандай, тіліміздің де сақталу қамын ойлау керек. Тілге құрмет, елге құрмет, тілге құрмет, елге сақталу болсын.